Здравствуйте, ребята! 42-й урок «Проверь себя». Өзіңді тексер. Понимаю значение слов, словосочетания о здоровье, использую их в речи. Денсаулық туралы сөздермен және сөз тіркесінің мағынасын түсінемін және қолданамын. Могу участвовать в диалоге. Диалогқа қатыса аламын. Могу последовательно пересказывать небольшие тексты по картинкам. Сурет бойынша қысқаша мәтіндерді айтып шыға аламын. Понимаю содержание коротких текстов, отвечаю на вопросы. Қысқаша мәтіндердің мағынасын түсінемін және сұраққа жауап беремін. Умею рассказывать стихотворения и тексты по картинкам. Сурет бойынша өлең жолдарымен мәтінді айтып бере аламын. Понимаю и описываю сюжет картины. Суреттің мағынасын түсінемін және суреттей аламын. Знаю, что такое предлоги. Предлогтың не екенін білемін. Упражнение первое. Прочитай. Завтрак друзей. Достардың таңғы асы. Санат ест на завтрак рисовую кашу и пьет сладкий чай с молоком. Санат таңғы асқа күрішті каша жейді және дәмді, тәтті сүтпен қосылған шай ішеді. Денис ест на завтрак вкусные блины и пьет ягодный компот. Денис таңғы асқа дәмді құймақ жейді және жемістен жасалған компот ішеді. Что есть и пьет завтрак? На завтрак Санат, а что Денис? Денис пен Санат таңғы асқа не жейді? Обрати внимание на выделенные словосочетания. Қарамен жазылған сөз тіркесіне мән береміз. Назови в них имена существительные и имена прилагательные. Бұл сөз тіркестерінің ішінде зат есімді және сын есімді табамыз. На какие вопросы они отвечают? Олар қандай сұраққа жауап береді? Например, мысалға, рисовая каша. Что? Каша. Какая каша? Рисовая каша. Каша здесь имя существительное. Рисовая имя прилагательное, потому что отвечает на вопросы «какая». А каша отвечает на вопрос «что?». Упражнение 2. Рассмотри таблицу. Кестені қара. Сколько друзей Саната любит бананы, клубнику, сливу и яблоки? Санаттың достары бананды, құлпынай, өрікті және алманы қаншалықты жақсы көретінін қара. Напиши в тетради, дәптерге жаз. Упражнение 3. Расскажи о режиме дня Саната по порядку. Подбери картинкам нужные глаголы или словосочетания. Санаттың күн тәртібін ретімен айтып бер және сурет бойынша қажетті етістіктер мен сөз тіркестерін табамыз. Идет домой, үйге бара жатыр. Делает уроки, сабақ оқып жатыр. Обедает, түскі ас ішіп жатыр. Отдыхает, демалып жатыр. Завтракает, таңғы ас ішіп жатыр. Просыпается, ұйқыдан тұрды. Умывается, жуынды. Идет в школу, мектепке бара жатыр. Учится в школе, мектепте оқиды. Ложится спать, ұйықтап дайын деп жатыр. Упражнение 4. Дополни предложение. Спеши, сөйлемді толықтыр және көшіріп жаз. Чтобы быть здоровым и сильным, соблюдай что? Денің сау әрі мықты болу үшін сақта. Нені сақта? Правильно. Соблюдай режим дня. Күн тәртібін сақта. Спешите в тетрадь. Дәптерге көшіріп жазамыз. Упражнение 5. Составь словосочетание. Напиши в тетради, какие зимние игры тебе нравятся. Сөз тіркестерін құрастыр. Дәптерге жаз. Қандай қысқы ойындар саған ұнайды? Например, мысалға, лепить снеговика. Аққала жасау. Кататься на лыжах. Шаңғы тебу. Остальные словосочетания подберите самостоятельно. Қалған сөз тіркестерін өздеріңіз жазасыздар. Назови предлоги. Предлогтарды ата. Упражнение 6. Прочитай стихотворение. Спеши его. Өлең жолдарын оқы және көшіріп жаз. Разноцветный мячик по дорожке скачет. Прыгать не бьется, в руки не дается. Назови слова, описывающие действие мяча. На какие вопросы они отвечают? Доптың іс-әрекетін білдіретін сөздердің ата және қандай сұраққа жауап береді? Например, мысалға, что делает мячик? Скачет. Доп не істейді, секіреді.
Еще какие действия совершает мяч? Тағы да доп қандай іс-әрекеттер жасайды? Упражнение 7. Расскажи последовательно по картинкам историю, которая произошла с мальчиком. Что было сначала, а что потом? Суретке қарап оқиғаны рет-ретмен айтамыз. Балаға не болды? Басында не болды және соңында не болды? Что делал мальчик зимой на улице? Қыста бала далада не істеді? Что он принес домой? Үйге не әкелді? Что произошло дальше? Әрі қарай не болды? Дальше, идем дальше. Ответьте на вопросы устно. Сұрақтарға ауызша жауап береміз. Упражнение 8. Назови верных помощников человека. Напиши в тетради. Бери к ним имена прилагательные. Адамның көмекшілерін ата. Және дәптерге жаз. Оларға сын есімдерді таңда. Например, мысалға. Зонтик. Қолшатыр. Зонтик какой? Красный. Правильно, красный зонтик. Қолшатыр. Қолшатыр қандай? Қызыл. Назовите остальных помощников. Қалған көмекшілерді атаймыз. Упражнение 9. Прочитай диалог. Диалогты оқы. Что ты ешь на завтрак? Таңғы асқа не жейсің? Я ем бутерброд, пью сок. А ты что ешь? Мен бутерброд жеймін және шырын ішемін. Сен не жейсің? Я ем кашу, пью молоко. Мен каша жеймін және сүт ішемін. Чей завтрак более полезный для здоровья? Кімнің таңғы асы денсаулыққа пайдалы? Напиши в тетради, что ты ешь на завтрак. Сен таңғы асқа не жейсің? Дәптерге жаз. Упражнение 10. Разгадай ребусы. Назови слова. Ребусты шеш, сөздерді ата. Какие еще другие слова ты бы написал на тему здоровья? Денсаулық тақырыбына қандай тағы да сөздер жазар едің? Урок окончен. До свидания.